сәлем достар. Бүгін бізде Самсоновтың номер 8-ші жаттығуын орындайтын боламыз. Ол үшін ең алғашында біз деректер базасын алуымыз керекпіз. Яғни нут сайтынан біз кеу ақпараттарды жүктейміз. Ең алғаш сайтқа кіргенде бізде басты бетте экспорт дейт деген шығады. Дейттің ішінен біз гиско деген бөлімді таңдаймыз. Гиско бөлімінен өткеннен кейін бізде геодейтті басамыз және статистика бөліміне өтеміз. Статистика бөлімінің ішінде территория бөлімі бар, яғни нутс деп тұрады. Сол жерде 2010 жылғы деректер бізге қажет. Оны бізде zip файл түрінде жүктейді екенбіз. 2010 жылғы 1,3 миллион GDB форматында жүктейміз. Жүктеп алғаннан кейін келесі бізде берілген кестені іздеу бөлімінен іздейді екенбіз, және ол деректер табылғаннан кейін оны дисплейіне кіреміз. Дисплей лейблсының барлығын өшіреміз және осылай осы форматта өзімізге жүктейміз бұл деректерді. Excel форматында артық мәтіндерді өшіріп тастап, бастапқы бетіне гео деп жазамыз. Және бізде аркмапты оқымайтындықтан сандарды алдыңғы әріптерді қоямыз. Мен V әрпін қойдым. Енді осы аркмап оқу үшін біз форматты өзгертеді екенбіз. Форматты біз өзгертеміз. Одан кейін оны сақтаған кезде запятая разделитель формат арқылы сақтаймыз. Міне бізде гео деректер осылай сақталды. Енді біз екі қабат қосамыз. Countries және де nuts rg қабаты. Олардың бізде заливкиді алып тастау керек және қызыл обводкамен жүргізіп өтеміз. Келесі атауды өзгертеміз. Қабаттың атауын нутс қылып, сосын атрибуттық кестені ашамыз. Бұл жерде бізде 4-ші Швейцарияны тауып алу керек. Және selection by location арқылы нутс қабаттарын таңдайды екенбіз. Окей бөлімін басамыз. Осыдан кейін бізде жаңа қабат шығару керек. Оны date export date арқылы жаңа қабат шығады. Оны біз атауын nuts selection деген атауға береді екенбіз. Осы nuts selection қабатты бізде алдағы уақытта басқа қабаттарды жасауға көмектеседі. Окей. Енді осы қабатты копировать және вставить, көшіріп қайтадан қояды екенбіз. Бұл жаңа қабаттың атауы транспортное средство болады. Келесі бұл жерде біз транспортное средствода определяющий запрос арқылы қояды екенбіз. Екі мәнін қоямыз. Бұл екі бірліктік мәндерді біріктіреді екен. Қалдырады. Келесі берілген кесте арқылы біз бағана алған мәтін деректерін бізде joins арқылы біріктіреміз осы қабатқа. Nuts ID болу міндетті. Және біз қазір Symbology-ға кіріп, осы деректерді өңдейтін боламыз. Symbology категорияның ішінен graduate symbols. Және берілген бір өрісті немесе поляны яғни таңдаймыз. Оның түсі оранжевый, яғни алқызыл түсте болуы керек. Ал мөлшері 60 болса берілгенде бізде 15 пен size symbol 15 пен 60 аралығы. Классификация бізде definite interval. Мәні 200 болады екен. Окей. Міне бізде осындай картограмма шықты. Мәндер. Осы жерде енді біз параметрді 1000 штук деп өзгертеміз. Жаңағы поляның атауын өрісті. Самсоновтағы жұмыс бойынша өзгертілді. Келесі nuts selection тағы да копировать вставить етеміз. Ол жерде енді келесі қабат плотность населения кетеді. Бұл слойда айырмашылығы определяющий запрос тоже жасаймыз. Ол жерде бірақ енді мәні 2 емес 3 мәніне ие болады екен. Level код тең болады мән 3. Окей. Келесі бізде осы қабат үшін керек болатын қабатты қоюымыз керек. Кестені density. Joins арқылы nuts ID
және оның ана жерде бізде мән гео болу керек. Геоны қоймайтын болсақ бізде қателіктер болады. Символдың ішінен өзгертеміз, өрісті таңдаймыз, классификация сол күйінде қалады. Окей, міне бізде өзгерді картамыз. Бұл жерде де параметрді өзгерту керек, атауын. Бұл жерде плотность населения халық тығыздығы әртүрлі түстермен белгіленген. Келесі қабат бізде структура населения екен. Ол жерде де определяющий запрос бізде 3 болады. Жаңағы node selection қабатына копировать вставить арқылы әрбір қабаттың атауын өзгертіп отырамыз. Level code тең болады. Бізде тағы да 3-ке тең болады. Бұл бізде үштік бірліктік аумақтарды біріктіреді, яғни соларды ғана көрсетеді деген сөз. Символдың ішінен бізде категориядан өзгертеміз. Бізде үшінші қабат үшін population деген кесте қалған, сол кестені әкеліп сүйреп аламыз. Одан кейін бізде бұл жерде мәндерді files настройкасынан файлстан мәндерді жасау керек деген, бірақ бізде ондай өрістер жоқ болғандықтан псевдонимдер. Біз ол өрістерді өзіміз жасаймыз. Атрибуттық кестеден add file арқылы жаңа өрістерді өзіміз құрастырады екенбіз. Бұл бізде бірінші өріс 15 жастан кіші. Осындай бірнеше өрістерді жасау арқылы бізде ол атрибуттық кестеде көрінеді. Және ол атрибуттық кестеде көрінсе, осындай өрістер болса, бізде ол диаграмма жасауға көмектеседі. Қазір екіншісі 15 пен 64 жас аралығы. Және үшіншісі 64 жастан үлкен. Старшы. Окей. Келесі төртіншісі бізде человек деген. Человек. Осындай өріс. Міне атрибуттық кестеде сіздерге көрсетіліп тұр, бірақ бұлардың барлығының мәні 0. Яғни мәндер жоқ, берілмеген. Келесі add file арқылы, joins арқылы осы жерде структура населениеға жаңағы кестемізді біріктіреміз. Бұл маңызды. Және бізде мен сіздерге көрсетіп жатырмын, файлсының ішіне мен деректерді өзім қостым, поляларды. Солар көрініп тұр, әйтпесе ол полялар жоқ болатын. Келесі бізде charts, p-charts. Ол жерден бізде жаңағы 3 деректерді мен жіберем. Өткізем ар жақ бетіне. Содан кейін бізде қазір диаграмма пайда болады. Диаграмманың түсі әртүрлі бола береді. Ол маңызды емес. Окей. Міне бізде диаграмма берілді. 15 жастан кіші, 15 пен 64 жас аралық және 64 жастан үлкен. Осымен біздің жұмыс аяқталды. Рахмет.